Баршаңызға сәлем, кураби печеньесін дайындаймыз. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бөлме температурасындағы сары майымызға қант ұнтағын қосып, жақсылап ағарғанша миксерлейміз. Содан соң жұмыртқаның ағын қосып, тағы да миксерлейміз. Ұнымызды қосамыз. Ұнымызды барлығын қосып миксерлеп жібермеңіздер, себебі жан-жаққа шашырап кетуі мүмкін. 2 немесе 3 бөлікке бөліп миксерлейміз. Міне осындай консистенцияда болды. Енді кондитерлік мешокқа осындай форманы салып, үйіңізде кез келген форманы салып жасасаңыз да болады. Немесе осындай мен сияқты гүлді болып келетін форманы салсаңыздар да болады. Печеньенің тестасы дайын. Енді пергамент қағазын төсеп, осылай орналастырып шығамыз. Бетін өз қалауларыңызша әрлейсіздер. Осылай мен сияқты басып, мак немесе джем сепсеңіздер де болады. Мен жай ғана басып шықтым. Осындай ұзынша түрінде жасадым. Міне дайын болды біздің кураби печеньеміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Сіздермен болған жансая ас болсын.